есептеуге кейбір кезде бізге есептер беріледі. Ондай кезде ол есептерді қалай шығарамыз? Мысалы, бірінші мына сағатты қарайық. Сағат бізде 12 сағаттан тұрады, дөңгелек сағат 12 сағаттан тұрады. Толық бір айналым, бір шеңбер, ол 360 градустық бұрышқа тең. Айналып қайтып келу орнымызға. Сол 360-ты былай 12-ге бөліп тастасақ, 12 бөлікке, 1 мен 12-ның арасы, 1 мен 2-ның арасы, 2 мен 3-ның арасы, 3 мен 4-ның арасы, онда 360-ты 12-ге бөлсек, біз әр аралық 30 градустан болады. Әр аралық 30 градустан болады. Яғни біз сағат тіліне байланысты бұрышқа байланысты есептерде кез келген екі санның арасы 30 градускен білу керек біз. Кез келген мысалы 2 аралық, онда 2 рет 30-дан 60 градус. 3 аралық, онда 3 рет 30-дан 90 градус болады, Бұнда 30 градус. Жақсы. Олай болса, бұлай кез келген екі санның арасы тағы да 5 минуттық қашықтықтан тұрады. Мысалы, 12 мен 1-дің арасында 5 минуттық жол бар. 5 минуттық жол бар. Онда 30 градусы 5-ке бөлетін болсақ, әр минут жолы ол 6 градустық жол деп есептеледі. Әр минуттық жол ол 6 градустық жол. Егер мысалы бізге тапсырма берілетін болса, 12 минуттық жол қанша градусқа тең десе, неше градусқа тең десе, 12 минут деген қалай? Мысалы, минуттың стрелкасы, минуттың тілі мынардан 5 минут, 10 минут, және тағы да бір 2 минут шығады. 12 минуттық жол, Мұнда қараңыз, мына 30, мына 36, және 6 қосаңыз 66, 6 қосаңыз 72. Сол кезде ол 72 градустық жол екен. 12 минуттық өтетін жолы ол 72 градусқа тең жол екен. Жақсы. Бірақ бізге есептер бұлай емес, сәл басқаша берілуі мүмкін. Мысалы, егер сағат тілдер айталық бір 18:30 көрсетсе, сол кезде сағат тілдердің арасындағы бұрыш қанша деген сұрақ болуы мүмкін. 18:30 деген қалай? 18:30 деген 6,5. Яғни кішкентай тілі, сағаттың кіші тілі бізде 6-ға қарап тұрады, ал үлкен тілі да 6-ға қарап тұрады. 6:30 деген сол, Бірақ қараңыз, ол кезде біз ойлаймыз, бұл екі тіл былай бірінің үстінде бірі былай бірігіп тұрады, сол кезде біз арасы 0 градус деп айтуымыз мүмкін. Бірақ ол дұрыс емес шығар. Неліктен дұрыс емес? Себебі екі стрелка бірге тұрмайды алшарында. Қайдан білеміз? Екі стрелка бірге тұру үшін олар 12:00 болу керек. Немесе қараңыз, 6:00 деген уақытты қарастырайық. 6:00 деген сөз, кішкентай тіл 6-ға қарап тұрады, үлкен тіл 12-ге қарап тұрады. Сол кезде 6:00 болады. Екеуінің арасы 180 градус. Енді 6:30 деген сөз не? 6:30 деген минуттың стрелкасы айналып келеді, үлкен тіл айналып келеді, нарға ровно 6-ға қарайды. Бұл кезде сағаттың тілі орында тұрмайды. Сағаттың тілі 7-ге қарай шамалы жылжиды. Сол кезде екі стрелканың арасында бір бұрыш пайда болады, бірақ ол 0 градус емес. Әрине, бұрыш пайда болса, ол 0 градус емес. Соны қалай есептейміз деген сұрақ туындайды. Ол үшін мынандай затты біліңіз. Бізде сағаттың және минуттың айналым жолдары бар. Минуттың тілі, ұзын тіл, ол толық бір айналым жасап өтем дегенше, толық бір айналым 360 градус жасап өтем дегенше, сағаттың тілі орнынан бір санға ғана жылжиды. Бір санға ғана жылжиды. Сағаттың тілі орнынан бір санға, мысалы 12-де тұрса, ол 1-ге ғана жылжиды. Минут толық бір круг айналғанда 60 минут өтеді, сағаттың тілі сол кезде 1 сағатқа ғана орнынан жылжиды, 1 санға. Қараңыз, минут 60 минут жасаса, минуттық тілі 60 минут жасаса, сағаттың тілі орнынан 1 санға ғана жылжиды. Ал 1 санға деген сол 30 градустық жол жасайды. Сағат 30 градустық жол жасайды. Минут 60 минуттық жол жасап өтем дегенше, сағат 1 санға, яғни 30 градусқа ғана жылжиды. Демек, минуттың толық айналымы бар. Минуттың толық айналымы 60 минут. Ал сағаттың айналымы, сағаттың 1 санға жылжуы, ол 30 градус. Яғни 60 минуттың жартысын алатын болсақ, егер минут 30 минут жүретін болса, 30 минут деген сөз ол жарты айналым былай, Онда сағат та өзінің жарты жолын жүреді. Яғни 30 градустың жартысы 15 градустық қана жол жүреді. Жақсы. Енді 6,5 деген уақытқа келетін болсақ, 6,5-да минут мынардан мына жерге дейін жарты айналымдық жол жасады. Демек, сағатта 6 мен 7-ның арасында жарты жолын жасайды. 6 мен 7-ның арасы 30 градус болса, сол 30 градустың жартысын жүреді. Демек, ол 15 градустық жол ғана жүреді. Енді бізге сәл күрделі есептер берілсе, айталық, егер сағат мынаны жазып алғанымыз дұрыс, бұны осымен ғана жұмыс істейміз біз. Яғни біздің сағаттың бұрышын көрсететін сан, минуттың бұрышын көрсететін санның жартысы. Бұл бізге бір подсказка десек болады.
Мысалы, егер сағат 14:20 болса, 14:20-ны қалай көрсетеміз? 14:20 деген сөз әр қашан минуттан бастаңыз. Минутты дәл апарып қойыңыз. 20 минут деген сөз, ол минуттың тілі бізде неге келеді? Минуттың тілі былай 4-ке келеді. Мынада басқаша. Қалай? Минуттың тілі бізде былай 4-ке келеді. 20 минут деген осы. Минуттың тілі нақты 4-те тұрады. Сағат 14 деген сөз 2. Сағаттың тілі 2-де дәл тұрмайды. 2-де дәл тұрмайды. Неге? 2-де дәл тұрады. Қай уақытта сағаттың тілі дәл 2-де? 14:00-де ғана дәл 2-де тұрады. Мысалы, қараңыз міне. 14:00 деген сөз міне былай уақыт. Мысалы, нара 2 болса, нара 12 болса, 14:00-де тек қана ровно 12 мен ровно 2-де осылай тұрады. Ал 14:20 ана минуттың тілі 20 минуттық жолға жетемін десе, сағаттың тілі де орнынан қозғалады. Қаншаға қозғалады? Сағаттың тілі үнемі минуттың жартысына қозғалады. Мысалы, 60 минут болса, оның жартысы 30 градус. 20 минут болса, оның жартысы 10 градусқа қозғалады. Яғни, мына ровно 2-ден 10 градусқа жылжып кетеді. 10 градусқа жылжып кетеді сағаттың тілі. Ал біз білеміз, мына 2 мен 3-дің арасы 30 градус қой. Сол 30 градусын 10 градусын артта қалдырып кетсе, 10 градусын, онда әлі жүру керек 20 градус қалады. Және 3 пен 4-дің арасы 30 градус бар. Сол кезде 20 градус пен 30 градус қосаңыз, аралық болады 50 градус барлығы. Демек, сағат 14:20 болса, онда сағат тілдерінің арасында бұрыш 50 градус болады екен.